Даун синдромы ауруын ағылшын дәрігері Джон Даун зерттеп 1866 жылы анықтаған. Осыған байланысты гендік ауру ұлы дәрігердің есімен аталып келеді. Даун синдромы радиацияның әсерінен, экологияның бұзылуынан, адам ағзасындағы иммунитеттің нашарлауынан пайда болады. Сондай-ақ вирустың жүкті әйелдерге өте тез әсер етуі, яғни жүкті әйелдің ағзасы кез келген ауру түрін тез қабылдайды. Сондықтан әрбір болашақ ана өзінің бауыр етінің дұрыс өсіп жетілуін, дамуын қадағалап, болуы мүмкін қауіптерден қызғыштай қорғап отыруы қажет дейді мамандар. Айта кету керек, бүгінде аймағымызда 2017 жылдан бастап Даун синдромы бар балалардың ата-аналарын біріктірген Шуақты бөбек қоғамдық қоры жұмыс жасайды. Бұл қордың негізгі мақсаты ата-аналардың ұйымдастыруымен құрылтайшылары белгіленіп, негізін қалады. Бұл қорда қазіргі таңда 5 жыл көлемінде 130 баланы қамтиды. Бала саны 130, ол аудан, аймақ және де Қызылорда қаласы. Қазіргі таңда біздің балалар 7-ші арнайы мектеп интернатында оқиды, инклюзия балабақшаларға барады, және де мектеп деңгейіндегі инклюзия сыныбына да баратын мүмкіндіктері бар. Қазір міне бүгінгі 5-ші мектеп лицей басшылығына рахметімізді айтамыз. 22 наурыз мерекемен қатар 21 наурыз бүкіл әлемдік халықаралық синдром Дауна күніне берілген күн. Сол күнге, синдром Дауна балаларының күніне бізге үлкен семинар жасап беріп отыр. Айта кетсек, бұл қор туралы қазір Қызылорда қаласы, облысы, республика деңгейінде танымал болып тұр. Және де әр кез өздерінің жобаларын, өздерінің жұмыстарын жүргізіп отыр. Біздің балалар түрлі сайыстарға, конкурстарға қатысады өздерінің мектебінде. Бүгінде Даун синдромын емдеуде еліміз біраз жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Соның бірі нөмірі 5-ші мектеп лицейінің 4-ші сынып оқушысы Іңкәр Бек. Инклюзивті білім беру бағытында мектеп қабырғасында өзге оқушылармен бірге білім алуға мүмкіндігі бар Іңкәр қазіргі таңда зор жетістікке қол жеткізді. Яғни ерекше жан арнайы бекітілген тьютордың көмегімен сабағын оқып, тәлім алуда. Бірнеше ай би үйірмесіне қатысып, бидің қыр-сырын меңгеріп, іс-шара барысында өз өнерін паш етті. Осы мектепте менің қызым инклюзия оқу бағдарламасы бойынша осы жерде оқиды. Сол себептен осы мектепте осындай семинар өткізуге ұсыныс білдіріп, осы қалалық деңгейде семинар өтіп жатыр. Енді жалпы айтатын болсам, көптеген балалар енді мектеп интернаттарда оқиды, коррекциялық мектептерде оқиды. Енді қазіргі таңда жаңа заңға байланысты осындай ерекше балдар осындай кәдімгі мектептерде оқи алады. Сол себептен осы қызым осы қазір 4-ші сыныпта оқиды. Нәтижелері өте жақсы. Балалармен қарым-қатынастары оңалып, жақсы жүреді осы арада. Былайша айтады ғой, енді среда, общественный средада жақсы өзін ұстайды, жүреді. Енді біздің ата-ана арманымыз осы балалар шеттен қалмай, осы қоғамның бір мүшесі болса екен деген арманымыз бар. Енді оған жету үшін біздер ата-аналар болып, біздің қоғам болып, осындай балдар бар екенін әрқашан айтып жүруіміз керек. Осындай балдар бұрын болған да, қазір де бар, кейінде болады. Себебі бұл енді генетикалық ерекшелік. Даун синдромымен туған балалар өте мейірімді болады. Сондықтан оларды күн сәулелі балалар деп бекер атамайды. Олар жасанды қылық жасауды білмейді, тез алданып қалады. Семинар барысында өз өнерлерін көрсеткен күн сәулелі балалар
Шараға жиылған дүйім жұртқа керемет көңіл күй сыйлады. Жалпы мектебімізде, Панфилов атындағы мектепте 1748 оқушы оқыса, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі үйден оқитын оқушыларымыз бар. Соның ішінде біздің осы Бек Іңкар 4-ші Г сыныбының оқушысы. Бек Іңкарға қазіргі күні мектебімізде педагог ассистент тағайындалған. Тәжібаева Ләззат атты маманымыз бар. Осы маман ата-анамен, баламен тығыз байланыста жұмыс жасауда. Осы кешегі бір жылдың ішінде қалалық облыстық байқауларға қатыстырып оқушымызды би өнеріне баулып, сонымен қатар жалпы жан-жақты дамыту мақсатында түрлі жұмыстар жүргізіліп келеді. Оқушымыз назардан тыс қалмайды, оқушының ата-анасы бізбенен керемет байланыста жұмыс жасап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының статистикасы бойынша әлемдегі дүниеге келген әрбір 1000-шы сәби Даун синдромымен туылады екен. Қазақстанда бұл диагноз 12 мыңнан астам балаға қойылған. Ол жазды Берік Байымбетов, Жарас Рашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.